Ау сыйынып сөз бастасақ енді Аллаға, бет бұрып берекелел бермен қара. Ассалаумағалейкум Орал деген Алталаштың бағына берген қала. Қазақтардың сазайын қазақ беріп, тарихқа ерлігімен енген қала. Қақайып тас мүсін боп тұрған менен, чапайып суға кетіп өлген қала. Жарқ етіп Махамбеттің қылышындай ақындар алмас тілді келді ордаңа. Президент бір бастама көтерді ғой, диалог орнатам деп елмен жаңа. Билікпен сол диалогты орнататын осы айтыс ел жұртыма еммен дауа. Бір киімнің құрамдас бөлігіндей хан мен халық кәдімгі жеңмен жаға. Ақынның аузынан шыққан сөзбен шығады ішіңдегі шермен нала. Кейбіреулер сонда да тіл тигізіп даттап жүр осы өнерді керден қаға. Күліп ойнап отырып бәйге алатын шайырларды көреді шолмен ғана. Сахнада біз көтерген мәселе емес, дау болатын көлікпен теңгем ғана. Қу дүниеден басқаны көрсін болар, жылқыдай басын тыққан жем дорбаға. Айтысты биігінен аласартпас күншілдер мен міншілдер берген баға. Өйткені өздеріңдей халық барда төленердің орны төрден ғана. Өсекпен күбірдемес дүбірдаңсап кеп тұрған айналайын елден дара. Айтысты көр алмайдың адам көп қой, көрмесе тұра алмайдың сендер ғана. Ол қазағым бүгін ел болдың, тәуелсіз атқан таңы бар, байрағы бар, заңы бар, алтын күннің астында әуелеген әні бар. Ақ кигізге көтеріп, тәж кигізген ханы бар, алтыннан қазық қақтырып, күмістен тоқпақ соқтырып, ел ордамды орнатқан Сарыарқамның да сәні бар. Желтоқсан келсе бірақта көңілінде елдің дағы бар. Көзінің аққан жасына көгала үйрек жүзгендей халқымның мұңлы халі бар. 86-да себебі орыстың салған лаңы бар. Белінен бөрі аттаған қонайыптай нары бар. Көлге қонған шүрегей колбиндей қақпас шалы бар. Боздақтарымды боздатып жыландай шашқан зәрі бар. Ақбасты Алатауымның қанға бөккен қары бар. Қалың нудай қазақтың қанын судай төккізген ат төбеліндей алаштың ішінен шыққан жауы бар. Азаматты отқайдап, қазанатты қақпайдап, арандатқан елімді арам қатқырлар тағы бар. Азаттығымның жолында қаншалаған ерлердің құрбан болған жаны бар. Жетім қалған ұлы бар, жесір қалған жары бар. Аяулы аруларымның тапталып беткен ары бар. Бір желтоқсанның өзінде бар қазақтың зары бар. Бір қылыштың жүзінде мың кісінің қаны бар. Ай жансая отқа салса жанбайтын қыз, топқа салсаң тоқтамай заулайтын қыз. Айыста еш жігітке есе бермей қызғыштай ақ жайықты қорғайтын қыз. Еркек көрсе қанталап екі көзі жайықтың жайынындай жалмайтын қыз. Жастар жылы бітуге аз қалса да жаспын деп өзін өзі алдайтын қыз. Алтын домбыра секілді музейдегі нақты бір қожайыны болмайтын қыз. Сахнада жігіттерді қақсатқанмен билікке салмағын еш салмайтын қыз. Өйткені 21 мың теңге сұрап өкіметтің мазасын алмайтын қыз. Дау болып пособия мен баспананы ешқандай митингіге бармайтын қыз. Барлық нәрсе қос-қостан болып жатса да біз сізді екеу қыла алмай тұрмыз. Қалайсың тоғыз көрпе жамылса да тоңғақ боп таңға дейін жаурайтын қыз. Жалғыздықпен болдым дос деп жырлаған Махамбет атасынан аумайтын қыз. Оу, ерманып қиындықты жеңіп барлық,
Керегеміз керіліп кеңіп қалдық. Айсым телеарнаға қайта оралып, эфирден еншімізді бөліп далдық. Мусинаның айтысын тыңдаушы едім, қолыма пульт ұстап телікті аңдып. Өткенде бұл қызыммен үйде отырып, Жансая айтысыңды көріп қалдық. Шеге мен плотник жайлы өлеңді балаларға түсіндіре алмай өліп қалдық. Қысқасы балаларды ұйықтатпасақ айысты көре алмайтын болып қалдық. Кеш батып ең соңында шығушы еді сізбенен айыс сайын жолыққан жұп. Жансая түнді айтыса бүлдірет деп жүкеңнен де сезілді қорыққандық. Сондықтан бірінші боп шықсын деген бастықтың пәрменіне көніп қалдық. Алғашқы жұпты ағайын қарсы алыңдар, алдыңа шығып тұрған желіп қарғып, балашаға қызармай көру үшін әдейі күн жарықта келіп қалдық ай. Байұлы аты бекем, заты бекем, бұл түгіл қыздарың да батыр екен. Кеше бізді үйіне қонақ қылған бұл Жансая қонақ жай ақын екен. Бұл қызды жалғыз өзі тұрат деуші, жұрттың сөзі ғайбатпен ғапыл екен. Барғанда бөтен біреу көріп қалдым, келіп тұр соны айтатын сәті бекем. Біз барсақ мұртты біреу шыға келді. Тұрағы Жансаяның шатыры екен. Мынау кім деп сұрап ем, таныспаққа сөйтсем ол Мурка деген жақын екен. Шіреніп құс төсектің үстінде отыр, босағада отырса мақұл екен. Шай емес рахаттанып сүт сімірген, өзі бір қайғысы жоқ пақыр екен. Жәкеңді оны сипалап қайта-қайта жаудырғаны мейірім рахым екен. Ағайын түсіндің ғой, бұл Жансая адам емес жануарға жақын екен. Неге тұрмыз құрмайды деп ойласам, бұл қыздыкі ерекше ақыл екен. Арыстандай жігітке лайық қыздың қызығын мысық көріп жатыр екен ай. Шығасап дейседі жандар батыр, өмірде сен ұқпайтын заңдар жатыр. Үйінде мұртты мысық жүр екен деп, бұл неге болмайтынға таңғап жатыр. Бұйырса 10 күннен соң календарлық жаңа жыл келерін ел аңдап жатыр. Дұрыстап қарсы алам деп тышқан жылын Жансая болашағын барлап жатыр. Муркада жалғыз емес, одан кейін шатырда әйелімен балдары жатыр. Сүт ішіп біздің үйден кезек-кезек тырнаққа іліккенін қармап жатыр. Жүрегі кең адамның арқасында әйтеуір жүректерін жалғап жатыр. Мысықтың зияны жоқ, пайдасы көп, шаруасын қолды өзінің барлап жатыр. Временный пропискаге тұрып алып, көңілін Жансаяның аулап жатыр. Крысаңды тазалайым деп квартирант боп, крышамды жазға дейін жалдап жатыр. Игагай, 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 игагай. Ағайын, сахнада Жандарбектей ақын балаң таңдайы өлең айтса тақылдаған. Ол рас кеше үйімде қонақ қылдым, ұят қой, елге келсе шақырмаған. Үйімде кім бар кім жоқ зерттеп алып, ал бүгін қыр көрсетіп отырмаған. Арыстандай жігітке лайық қыз деп жоқ жерден боп қалады ақылды адам. Арыстан аю болсын, қасқыр болсын, жігіттер жолай алмай жатырмаған. Арыстан деп өтірік құтыртпашы, соларды ештеңенде қатырмаған. Аруды қолмен ұстап көрмек түгіл азуын ешбіреуі батырмаған. Мысығым мықты боп тұр жігіттеріңнен,
Қорықпай жансаяға жақындаған, игагай, 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 игагай. Ағайын, айналдым жайық дейтін сүйіктелден, басымды сүйіктелге иіп келгем. Хандардың ізі қалған паңдаланың әруыс топырағын сүйіп келгем. Баһадүр батырлардың мекен едік, желкесін дұшпанының қиып келген. Бұл жерде Қали оқап Құрманғазы құлаққа күй құдіретін құйып берген. Әннен де құр емеспіз, сусындадық, мұхитпен Қарекеңдей кейіп керден. Кешегі Махамбет пен Сырымбейдің бойына қасиетін жиып келген. Ақын боп төрге шықса тіліп сөйлеп, жұбандар түспеуші еді биіктерден. Солардан қалған ұрпақ мына біздер, Құдайым бақты қалай үйіп берген. Мың сәлем қадірменді жерлестерім, айтысқа бар уақытын қиып келген. Асылдың сынықтары барсыңдар ма, жарысқа жансаямыз түседі деп, жандарын шүберекке түйіп келген. Игагай, 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 игагай. Жандарбек желмаядай желіп отыр, жеңем деп жансаяны сеніп отыр. Жігіт қой жалайырдың қызын алған, сондықтан көкірегін керіп отыр. Тоқайып крышасы болғаннан соң қоқайып төбемізден төніп отыр. Айтақын Бақсакеңді ел біледі, айтыстол бүгін залдан көріп отыр. Тоқайып аз болғандай айналай сопайып сенің әкең неғып отыр. Құдай білсін, ол мені дәуде болса дуалап тастау үшін келіп отыр. Жыбырлап аузы басы бағанадан ішінен дұғаларын беріп отыр. Құлатып кететіндей Нұр Отанды залының еденінен теуіп отыр. Әйтеуір Жандарбекжан, сен дегенде біреуі мына жақтан, ал біреуі пәрменін ана жақтан беріп отыр. Аянба ал жансая, барыңды сал, халқыңда уайым қайғы шегіп отыр. Өйткені бұл айтыста қарсыласың, екі ақын бір президент болып отыр. Игагай, 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 игагай. Ал өлеңді айтпас болар тегермекке. Бұл сөзің әпермейді ау бедел көпке. Еркектен мысық батыр болып тұр деп мәз болып жетіп отыр төбең көкке. Ер адамды хайуаннан кем қоярда, ұятты да ойлап қой келер бетке. Ақ жайық батырлардың елемес пе, өрескел қате сөйлеп өлеңдетпе. Өзің туған өңірдің жігіттерін өзгеден көтеріп айт өрең жетсе. Марғасқан Махамбеттің інілерін марғауменен мысықтан төмендетпе. Жансая шапқынайды шабандама, артық сөз айтамын деп арандама. Жалғыз қызға үш жігіт жабылады деп халықты қарсы қойдың маған жаңа. Бүгінгі айтыс Алаштың ортақ тойы, тиесілі емес қой саған ғана. Сондықтан барлық ақын бас қосын деп жасаған жоқ дедіңдер хабарлама. Енді неге әкеңді әкелдің деп сонша сөз айтып жатсың, соған бола. Әкеміз жер теппей-ақ тыныш отыр. Сахнада жалған сөйлеп жамандама. Нұр Отанның сарайын қиратады деп менің момын әкеме алаңдама. Қиратса Нұр Отанды қиратады, өзіңнің Халиолла ағаң ғана. Ал жансая, түсінбеймін мен сендерді.
Шырылдайсың әкемді көрсең болды. Айдағын еріккеннен жүрдеймісің, үлкенге доғара тұр қол сермеуді. Тұрмысқа шықпай жүрген өзіңді ойлап, оның да ақмаңдай тершең болды. Жансаяға дем салып берейін деп әкем өзі кірісіп белсенгенді. Әйтпесе көп дұғадан әсер болмай біраз жыл түсіп жүрген еңсең болды. Асанәлі атамыз бата берген, тапсын деп төлегенде ерсендерді. Төлеген былай тұрсын, Бекежан жоқ, жолықтырмай қойды ғой жол сендерді. Балғынбек батасы үшін түйе сұрап банкрот қып жіберді ол сендерді. Ешқайсынан результат болмаған соң әкелдік Айдақындай белсендерді. Енсе мүмкіндікті құр жібермей бақсының қолын ұстап ерсең болды. Әкемнен 3 сеанс қабылдайсың, дәретап дайындалып келсең болды. Су бүркіп зікір салып секіргенде шошып кетпей ниетпен сенсең болды. Көп ұзамай киесің той көйлегін, азғантай уақытыңды бөлсең болды. Ең бастысы сеанс қымбат емес, қырсықпай ставкіге көнсең болды. Жұрт құсап қой мен түйе сұрамаймыз, кішігірім екі сиыр берсең болды. О, білдей бір ұстаз едің бықымуда, өмірлік таппаған мен супруга. Ұстазға құр қалжыңмен әзіл айтып болмайды уақыттан ұтылуға. Ұрпақ пен ұлттың сөзін сөйлейді деп ел отыр қадағалап жіті мұнда. Ақсақалдың бір ауыз сөзімен ақ тентекті тезге салдық ықылымда. Ал қазір ақыл айтар ақсақалдың екі көзі қыздардың мықынында. Қызғырқын былай тұрсын, кей азғындар сәбиге айбат шегіп құтыруда. Өз төліне шабатын опасыздық адам түгіл малдың жоқ тұқымында. Бір заңды бекіте алмай біз отырмыз тексіздердің терісін сыпыруға. Ақындар осыны айтып зорын қатса, билікке шіркін соны орындатса. Қамсыздықпен қарасаң арсыздыққа, осыдан қата делім сорын қатса. Қалай қамсыз жатамыз, сәбилерді зорлайтын қылмыс күнде болып жатса. Маңдайыма қадалсын деушедік қой, баланың табанына шөгіріп атса. Өз баласы жүрген соң оққа қармен, төр жақта қамсыз отыр небір қасқа. Нәрестесі мектепте зорланатын, ал бірақ ел ішінде өмір басқа. Педофилді атсын деген заң бекітпей, несіне баспай отыр мөрім патша. Бұл қылмыс тоқтар еді бір азғынды, сол қылмыспен ұсталған жерінді атса. Әйтпесе ұзақ жылға соттағанмен не пайда, абақтыда көңілді отса. Күніне 4 мезгілден тамақ ішіп шіреніп түрмелердің төрінде отса. Қылмыскердің 1 жылдық тамақ үшін бюджеттен 30 миллиард бөлінді ақша. Қылмыс қайдан тоқтайды, жоғарғы жақ тексізге теңге бөліп тегін бақса. Тараздың мектебінде зорланғанымыз көрсетті еліміздің өңін басқа. Дамыған ел болғаның қайда сенің, далаға дәретхана соғып жатса. Білім сала сонсызда былық еді, ауыстырып кигенмен небір маска. Мектепке мемлекетке сен алмаймыз, жас балалар жауқазындай солып жатса. Қайдан ғана сенесің жан түршігер, күн сайын суық хабар келіп жатса. Педагогқа тапсырған балаларымыз педофилдің қолынан өліп жатса. Жанымды садаға деп арым үшін, айтайын бір ақиқат бәрің үшін. Мемлекеттің байлығы адам деген, ата заңның жойғандай заңы күшін. Біздегі өлім жітім көрсеткішін көргенде өртенеді жаны бішін. Екі өлімнің біреуі қамсыздықтан, мемлекет атқармай тұр анық ісін. Мысалы 5 нәресте өртенбесе, 21 мың бермесе халық үшін. Ақтөбенің жөндеудің лифті
келмесін сол жерде өлім тышқан ару үшін. Шамалған автобусты пойыз қағып бір отбасы жоғалтты бағырысын. Сол жерге енді көпір саламыз деп шенділер жуып шаймақ қаны уысын. Апаттың болатынын біле тұра арыстың күтіп жүрдік жарылысын. Оралда 10 жасар қыз опат болды көшенің жанбай қалған жарығы үшін. Дәрменді дер кезінде ішпеген соң бойыңа дарытама дәрі үшін. Сонда біздің мемлекет адам өлмей жақсылық жасамай ма қауым үшін. Bir gün bir bala жарық дүниемен қоштасама бір көшенің жарығын жағу үшін. Жансая сөз ілгегін боса ағытпа, сөзіңе бізде пікір қосалықта. Жандарбек Тоқаевты кірі шағып, немене бір ақындан өш алыппа. Елбасыға келін боп ақын сара, жатыр ғой шамалғанда босаныпта. Ақындардың ішінде сары екеуміз ертерек жақындадық қос алыпқа. Әкесі мен президент жабылады деп сен бірақ уайым жеп бас ауыртпа. Қаншадай Жансаяны дуалайды, немене Айдақындың есі ауытпа. Ол қайта демзат беріп жолыңды ашса, жасанып та қаласың жасарып та. Тоқаевқа барасың дей алмаймын, өзіңді үмітіңмен қоса жықпа. Кемінде қосағыңмен қосағарып келін болып қаларсың қосанып қай. Қиратса Халиолла қиратат деп, бұл бізге тағып отыр кінә тағы. Ол рас біздің бәукең жалтақтамай шындықты бетке айтқанды ұнатады. Қорықпай шенеуніктің бәрін сынап Facebook, Instagram'ды шулатады. Сөзінен бұлғақтаған байғұстардың көзінен қан ағызып жылатады. Жандарбек айналайын сөзім тыңда, зиян жоқ бірақ одан Нұр Отанға Бауыржан оны қалай сұлатады. Құлатса Нұр Отанды шындықты айтпай, өтірік мақтайтындар құлатады. Игага, ига, игага, игага, иго, игага. Жәке, арнайы тақырыпқа жырымызды, сайратты тәуелсіздік тілімізді, бұл жолда аянбаған бабаларым көтерді нар атандай жүгімізді. Қазақтың еркіндігі қанмен келді, батырлар құлатпады жүгімізді. Желтоқсан келген сайын еске аламыз қайраттай қайсар мінез ұлымызды. Желтоқсан еске салат Сәбира мен Ләззаттай ерте солған гүлімізді. Солардың арқасында ұмытпаймыз, келеміз мемлекет құрып ізгі. Ал бүгін бейбіт күннің батырлары біріміз тыңдамаймыз бірімізді. Қит етсе үкіметке қарсы шауып алаңда өткіземіз
күнімізді. Осыны пайдаланып бәз біреулер ірткі сап үдетеді шуымызды. Біз неге қазақты жеп қашып кеткен тыңдаймыз шетелді отқан қуымызды. Қазақтар сақтық керек, бірлік керек. Басайық қызған кезде буымызды. Көк шарды көтереміз деп жүргенде құлатып алмайық көк туымызды. Игагай, игай, игагай, игагай, игагай. Жаным-ай, айтасың мен жайында залға бәрін, көп екен өткен күннен аңдағаның. Ол рас Балғынбекке түйе бердім, кейіннен түсіндім ғой алдағанын. Батасын Асанәлі бесплатны берді, айтайын ештеңенде алмағанын. Қой бердім басқаларға, қошқар бердім, жасырмайым жан-жағымнан жалмағанын. Әйтеуір бағыңдашам десе болды, көмдім ғой шеттеріне малға бәрін. Соғымсыз қалдым биыл айналғанда, ұят шығар оны айтып зарлағаным. Байқаймын жандардың да дәмесі зор, жәйменен айтып жатыр шаруаларын. Берсең дейді кішігірім екі сиыр, сендердің бітпейді екен саудаларың. Тонауға күштісіңдер жансаяны, мынауың сөз емес қой сау баланың. Кеш өзің көрдің емес пе біздің үйде, мысықтан басқа ештеңе қалмағанын. Игагай, 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 игагай. Қалмады деп малым мүлдем, жансая әзіл айтып жаның кірген. Енді биыл соғымсыз отырмын деп, жоқ дегеннен танбайдау жағың мүлдем. Аш жүрсе де жоқ деген сөзді айтпайтын, баяғы салтымызды сағындым мен. Үйімде дымым жоқ деп өтірік айтпа, кемеді мына сенің халің кімнен. Ақындардың ең байы сіз емес пе, бәйгенің ол жалаған бәрін бірден. Айсқа шыққан сайын миллион алып, қалтаң бар қаражаттан қалың жүрген. Ол аздай 3 килограмм алтының бар, мемлекет тапсырған алып жүлден. Сенбі мен жексенбіде тойға барып, шайырсың шартарапқа шауып жүрген. Құдай-ау сөйте тұра сен жоқ десең, қоңыз теріп кетпей ме қауым мүлдем. Жалғызмысы ғасырап заржылайтын апамның түсінбеймін зарым мүлдем. Қазақтың аналары мықты екен ғой, жоқшылық сындырмаған сағым мүлдем. Айын 21.000 теңгемен ақ, қыңқ етпей бес баласын бағып жүрген ай. Дәм айдап дидарластық даңқ делмен, намысын жігеріне жанып келген. Ақжайық пейіліңнен айналайын қиғулап жанымызға шабыт берген. Жандарбек жансаяны қолдайық деп екі өкпесін қолынап шауып келген. Орал көп облыстан озып тұрсын ұлттық өнерімізді дәріптеумен. Сіздер ғана айсқа сынып ашып есімін Ермановқа анық берген. Әр ауылға түйесін шөгермейтін алтын домбыра деген бұл алып керуен. Алтыны әр ақынға бұйырғанмен айтыстек Астанада болып келген. Жайықтың жарғылатқан толқынындай жансаяң былтыр топты жарық белген. Соған орай айыста Оралды өтіп қызығын өздеріңдей халық көрген. Байұлы батыр десе батыр елсің, айтқан өтіп атқаны дарып келген. Алтынын әрең берген Астананың, айсын қоса тартып алып белген ай. Өткен күн қайта айналып келмес бері. Айтайын естелікті ендестегі.
Шүйкеңнің айтысына мен шыққанда бал едім ойнақтаған 15-тегі. Сол кезде Жетісуға келіп едің үстіңе көйлек киіп кеңгестелі. Айтысып тұсауымды кесіп бердің, жүйріктің бірі бол деп сен көштегі. Жансая сүйріктілім сүрінген жоқ, сахнада тұсауымды сен кескелі. Сондықтан саған деген құрметім зор, келгем жоқ артық сөйлеп мен бөскелі. Араға 14 жыл сап кездестік қой, жақсылап құшақтайын бергеш бері. Егіз қозы секілді екеумізді жайықтың жақсылары бөлместегі. Сіздерге сенік белдім Мусинаның, жерге қаратпайды деп жерлестері ай. Жүйріктер жер танабын қуырғасын, жүректен тұнық өлең туындасын. Құдайға шүкір Оралда той көп боп тұр, Ақжайық биыл биік тұғырдасын. Бір ай бұрын жабылып барлық ақын, Бәукеңнің тойлап еді 40 жасын. Енді алтын домбыраның думанында кіл жүйріктер қосып тұр бүгін басын. Жансая ендігі той өзіңдікі, Жандарбек жақсылықты ырымдасын. Батыстың батыр қызы ұзатылып Инстаграм 2-3 күн шуылдасын. Батыр қыз батыр ана болып бетіп өкіметтің қалтасын шығындасын. Мақта қыздай мысықпен жүре бермей үйіңізде бір еркек пырылдасын. Пырылдасын дегенге ұйықтап жатпай кішкене тірлік етіп жыбырласын. Айтыстың не екенін ұмыттырып үйіңізде ұл мен қыз шуылдасын. Ақжайықта ақжарма тілегім сол, қосылған ел қол соғып дуылдасын. Бір төлеген көтеріп келе жатқан бақытыңның байрағы жығылмасын ай. Отқан жоқпын, қателеспе, жоқ жерден жандар неге шеп құрады. Соғымым жоқ болса да көңілім тоқ, әр адам несібесін жеп тұрады. Әйтеуір қонақ келсе аш қоймаймын, үйімде 2-3 келі ет тұрады. 5 бала бақпаса да бұл Жансая аш құрсақ студенттерін тоқ қылады. Ол рас ойдан табам, тойдан табам, айтыстың жүлдесі де кеп тұрады. Ақ көңіл қолым ашық адам едім, ағылып жан-жағымнан төгілсе де Жансая соның бәрін жоқ қылады. Өйткені маңайымда аферист көп, солардың құлқынында кетті бәрі. Біреуі тыйым берші деп келгенде, біреуі сиыр берші деп тұрады. Мен байғұс енді байын деп жатқанымда батасын сататындар кеп тұрады. Игага, ига, игага, ига, игага. Жерлестерім төрем десен, бектесен, кім болғаным қадіріңе жетпесем, менің ата қонысым өтелмейді борышым, өлгенімше елге қызмет етпесем. Қазақстан қазақтардың отаны, отаныма күн арнаймын оданы. Болашақта үмітім, тілеп жүрем күні-түн, біз ешкімнің болмайық деп боданы. Дем салайық деп отыр ғой жақсыным, мен бұларға сен алмаймын тапшыным. Шындап кетсе бұл егер жынды қылып жіберер, баласынан құтылайым бақсының. Ойнап айтам әзіліміз өрілген, жайық үшін жан емес бұл көрінген. Ақ пейілін дос көріп, келгендігін қош көріп, мейманымды төсірмеймін төрімнен. Айтыстағы жарқыраған ұл едің, тұсауыңды өзім кестім білемін. Сосын бекен бүгінде не бір ұлы дүбірде сен сүрініп кетпесін деп жүремін. Жандарбек жан кім қалса да жығылып, бірлік үшін танытайық ірілік. Бабаларым кешегі терің ағып беселі, отырыңдар демеген ғой қырылып. Ау қазылар тірімісің бармысың,
дейді аяймын өздеріңдей жанды шын жан жаққа әркім тартадау оңай емес арқалау жиырмақынның алғысы мен қарғысын осыменен аяқталсын жырымыз әбір жіпте кеткен шығар түріміз уақытты бос созбайық әдептен еш озбайық Жандарбек жанаттанайық жүріңіз. Рахмет.